Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 30-шы сабақ дауыссыз Л мен Р. Бұл тақырыптан біз Л, Р әріптерінің емлесін сақтап жазатын боламыз. Және де түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренеміз. 48-ші жаттығу. Екі бағандағы сөздерді салыстыр. Содан соң өзінің қорытынды жаса. Бірінші бағанда лашын, лағыл, лебіз, рахмет, рақат, рең, рақым. Екінші бағанда іле, ілгіш, ілесу, ірі, ірімшік, ылди, ылғал. Бірінші бағанда лыдан және рыдан басталатын сөздер жазылған. Екінші бағанда және әріпінен басталатын сөздер жазылған. Яғни бірінші бағанда дауыссыз Л мен Рдан басталса, екінші бағанда дауысты мен ден басталатын сөздерді жазған. 49-ші жаттығу. Берілген сұрақтарға сүйеніп, суреттегі құсты сипаттап жаз. Бірінші, лашын қандай құс? Лашын жыртқыш құс. 2. Оның түсі, көзі қандай? Лашынның қауырсынның түсі сұр және қара түстес, көзі көкшілтім. 3. Ал тырнақтары қандай? Тырнақтары өткір әрі ұзын. 4. Оны неліктен жыртқыш құс деп атайды? Себебі лашын өте жылдам ұшады. Адамдар оны өзімен бірге саятшылыққа көп алып шығады. Сондықтан да лашынды жыртқыш құс деп атайды. 50-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз, мағынасын түсіндір. Іле, ілгіш, ілгек, ілгері, ілесу, ылди, ылғал, ырыс, ірімшік, ірі, ылғи. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Келесі шығармашылық үзіліс. 51-ші жаттығу. Перизат атасын мерейтойымен құттықтағысы келіп, қолына қаламын алды. Қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әншейінде толып жатқан сөздердің біреуі есіне түссейші. Перизаттың орнында болсан, сен атаңа жылы лебізіңді қалай білдірер едің? Мысалы, былай деп жазсаңыздар болады. Құрметті ата, мен сізді бүгінгі мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Ұл қыздарыңыздың рахатын көріп, мәнді де мағыналы ғұмыр кеше беріңіз деп. Келесі 52-ші жаттығу. Бос тіркестерге Л, Р әріптерінен басталатын сөздерді тауып жаз. Дәптермен жұмыс. Бірінші, Рдан басталатын сөздерді жазайық. Бірінші, рух, риза, рауан, райхан, рамазан. Екінші, Л әріпінен басталатын сөздер. Лақ, лашын, лайық, лимон, ләйлә. Міне осы сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Келесі видеоларында жіберіп алмас үшін лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.